ой толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары. Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы. Әдеттегідей бүгінгі сөз хабарын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш. Сондай-ақ біз Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде екенімізді айтқымыз келеді. 87-393-2282 WhatsApp нөмірі әдеттегідей қосулы. Бүгін студиямыздың мейманымен таныс болыңыздар. Алматы облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Оқас Нұрмаман Төкенұлы студиямызда қонақта. Нұрмаман Төкенұлы, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер, қош келдік. Көңіл күйіңіз жақсы? Жақсы, өте жақсы. Бүгін енді соны Қонаев қаласынан арнайы ат басын бұрып сұхбатымызға келгеніңізге әуелі алғысымызды білдіргіміз келеді. Енді біз жалпы тыңдарманға түсінікті болса деп ойлаймыз, осы тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың негізгі атқаратын функциясы қандай, осы әңгімені сол туралы бастасақ. Жақсы. Алматы облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы негізгі атқаратын функциясы бұл мемлекеттік тіл саясатын жүргізу. Алматы облысының аумағында. Енді бұл еліміздегі тіл саясаты жалпы Қазақстан Республикасының конституциясы мен содан кейін Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тіл саясатын дамытудың 2023 және 29 жылға арналған тұжырымдамасының аясында жалпы жүргізіледі. Сонымен бірге Алматы облысы әкімдігінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының тіл саясатын дамытудың 2023 және 29 жылға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі Алматы облысының іс-қимыл жоспарына сәйкес жүйелі жұмыстар атқарады. Негізгі бағыт мемлекеттік тілді дамыту, қорғау, оларға қолайлы мүмкіндіктер жасау. Енді тіл басқармасының құрылғанына биыл 20 жыл толып отыр, мерейлі жыл деп айтуға болады, құттықтаймыз. Енді бүгінгі күні осы тіл басқармасының республикамыз бойынша санаулы ғана мекемелер сақталды, басқалары қосылды, функциялары өзгерді дегендей, солай емес пе, менің білуімше? Әрине. Жалпы халқымыздың біртуар перзенті, алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың ұлт болу үшін ең бірінші шарт ол тілі болу керек деген екен. Жалпы біздің Алматы облысының тіл басқармасы Алматы облысында 2005 жылы алғашқылардың қатарында құрылған, бүгінге дейін дербес сақталып қалған бірегей басқармалардың бірі. Бұл әрине сақталуының өзіндік бір себебі де бар деп ойлаймын, өйткені облыс басшылығының осы тілге деген, елге деген, жерге деген құрметінің нәтижесінде. Биыл басқармамыздың құрылғанына жалпы 20 жыл толып отыр. Осы орайда енді кішкене сәл тоқтала кетсем, бізде үлкен өткенге көз жүгіртетін болсақ, жалпы айтарлықтай оң өзгерістер болған байқаймыз. Бүгінгі күн мысалы қазақ балабақшалары мен қазақ мектептерінің саны едәуір артты. Тегін әкесінің атын қазақша жазып, балаларының атын қазақ көркем есімдермен атайтын ата-аналардың саны көбейді. Қазақ тілінде сөйлеуді қазір біз сәнге айналдыруға мүмкіндік болып жатыр. Әрине осындай жетістіктер көп. Сонымен бірге жалпы менде бір ғана цифрлық санға тоқталсам, бұдан 20 жыл бұрын мемлекеттік мекемелердегі іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу 46 ғана пайыз болған. Ал қазіргі күнде 96-да 2%-ға жетті. Бұл енді өңірлердегі тілге қатысты үлкен нұрғын жұмыстың жүргенін көрсететін үлкен көрсеткіш деп есептейміз. Енді шынымен де осы тіл басқармасы еліміз бойынша 3 облыста ғана сақталды. 3 облыста сақталған. Бізде Алматы облысында, және Қарағанды облысында, және Ақтөбе облысында. Осы 3 басқарма сақталып отыр. Енді ол Алматы облысындағы тіл басқармасының сақталып жұмысының жандануына тікелей енді облыс басшысының өзі қамқорлық жасап отыр деуге болады, иә? Тілге деген, бұл енді тіл біздің анамыздың тілі ғой. Әрбір адамзаттың анасы болады. Сол сияқты ана тілге деген құрмет болмай ешқандай жұмыс оңға баспайды деп өзім жеке пікірім. Сондықтан облыс басшылығы
Марат Сұлтанғазиев мырзаның тікелей қамқорлығының арқасында біздің тіл басқармасы сақталып отыр. Егер ондай басшылық көзқарас болмаса, кім біледі енді. Басқа басқармалардың қатарында, басқа басқармалардың қазақша айтқанда бодауында кетер ме едік дегенде бір ой оралады. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, осы тіл басқармасының ауқымды жұмысының аясында қаншама құжаттар қазақ тілінде жүргізіліп жатыр, жарнама мәтіндері деген сияқты өздеріңіз атқарып отырған жұмыс өте көп қой. Мысалы, егер қандай да бір құжатта қателік кетіп жатса, болмаса көшедегі жарнама мәтіндерінде, дүкендердегі күнделікті өзіміз қолданып жүрген қандай да бір жарнамалық мәтіндерде қазақша қателік кетіп жатса, тікелей тіл басқармасына шағымдануға мүмкіндігі бар ма жалпы тыңдарманның, және сіздердің қолдарыңызда сондай құзырет бар ма оған әсер ететіндей? Әрине, мынау сұрағыңыз өте орынды. Біз де осы мәселені жалпы халықтық тұрғыда ел жұрт естісін деген мақсатпен айтуымыз керек. Өйткені қазір бізде көп функциялар берілген біздерге. Ол функциялардың біраз бөлігінде мынау тіл басқармасының құзыретін, яғни функцияларына қосып берді. Яғни тексеру функциясы, жарнамалармен жұмыс жасау, яғни қателік кеткен жарнамаларға жаңағы біз оң көзқарас танытып, оларға бөлек талаптар қоя алатын болдық қазір. Бізде ондай функция жоқ болатын бізде бұрынғыларда. Яғни тексеру функциясын берді бізге. Содан кейін айыппұл салу функциясын берді. Бірақ енді біз бұны тек қана біз жаңағы біздің тек қана басқарманың ғана функциясы деп қарамау керек. Ол әрбір азаматтың тілге деген құрметі нәтижесі болу керек. Әрбір азамат мысалы көшелердегі жарнамалардағы қателіктерді көретін болса, біздің тікелей басқармаға тікелей хабарласса, біз арнайы адамдар жіберу арқылы сол қателіктерді анықтап, соның тиісті орнына қою жолында жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші ескертулер беріледі. Екінші, айлық есептік көрсеткіш негізінде қойылған айыппұлдар бар. Айыппұлдар салу құзыреті де біздің басқармаға тән болып отыр. Демек, мінекей құрметті тыңдарман, сіздер дәл қазір өздеріңіз естіп отырғандай, егер де қандай да бір мекемеге барғанда сіздің қолыңыздағы құжаттың ана тіліміздегі, мемлекеттік тілдегі нұсқасы берілмейтін болса, болмаса қандай да бір қателікті көрсеңіз, оған сіз өздігіңізден шамаңыз жетпей жатса, дәл осы тіл басқармасына барып, арнайы жазбаша түрде шағым қалдырылады, болмаса әлде электрондық түрде, болмаса өтініш арқылы шағым жіберуге мүмкіндік бар ма? Болады, яғни қазіргі өтініш арқылы шағым тікелей басқармаға түсіретін болса, біз арнайы адамдарды жіберу арқылы тіл туралы заңның деңгейінде тиісті шаралар қолдануға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да әрбір біздің тыңдарман, әрбір тұрғын тілге жанашыр болу керек, қандай да бір кеткен қателіктер, өрескел, заң бұзушылықтар болып жатса, бірден тіл басқармасына өтініш арқылы да, болмаса арнайы арыз шағым түсіруге мүмкіндігіміз бар екен. Енді осындай үлкен түсіндірме жұмыстарының аясында үлкен байқаулар өтіп жатады, көрмелер өтеді, фестивальдер өтеді. Ол енді жалпы бұқараның атсалысуымен кеңірек насихатталуына мүмкіндік деп айтуға болады. Бұл жағынан сіздерде тіл фестивалі өтті, жуырда. Егер қателеспесем, осы тіл фестивалінің негізгі мақсаты қандай, және ол өзінің сол о бастағы мақсатын ақтады ма? Дұрыс айтасыз, мынау біз енді Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасына биыл 20 жыл толып отыр дейміз ғой. Яғни бізді Алматы облысында тіл фестивалін аудандарда өткізбегелі бір 10-15 жылдың көлемі болыпты. Биыл осы бір жаңа жобаны біздің басшылықтың яғни қолдауымен, сонымен бірге Алматы облысы әкімінің қолдауымен тіл татулық тірегі деген тіл фестивалін өткіздік. Яғни біздің барлық облысымыздың барлық аудандарында өткізілді. Өте жақсы қабылдады. Бұл енді тіл үйренудің негізгі жол деп есептейміз. Біз барған кезде сонда елдердің жарқын жүзді көңілмен мемлекетке, тілге деген құрметін сезіндік. Яғни
бұл президентіміз айтқан сияқты тілді біз сүйіспеншілікпен үйретуіміз керек. Сол тілді сүю арқылы, құрмет жасау арқылы үйретсек, сонда барлық адам қабылдайды. Біздің тіліміз дұрыс болмай жатыр деген нәрселер қазір енді қалып бара жатыр. Тілдің жағдайы қазіргі жақсы. Ойлаймын, тіл фестиваль өз мақсатын орындады. Бұл мемлекеттік тіл саясатының негізгі бір факторы болып табылады деп айтсам, артық айтпағандық. Анау Шалғай, Райымбек ауданы, Кеген аудандары бар. Мына жақта Жамбыл аудандары, барлық аудандарда, мына қала маңындағы аудандардың өзінде өзге этнос өкілдерінің қазақша өте жақсы сөйлейді. Қазақша өте жақсы сөйлейді. Тілге деген құрметі тіпті ерекше. Ойлаймын, біздің тіл президентіміз айтқан сияқты басқа этностардың, яғни халықаралық дәрежеде сөйлейтін тілге айналады деген үміттеміз. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, шынымен де осы Алматы облысы өзге этностардың ең көп шоғырланған өңірі деп айтуға болады. Енді осы қазақ тілін үйренгісі келетін, үйретсек деген қаншама ішімізде арман мақсат бар ғой. Осы қазақ тілін оқыту жобалары жүріп жатыр ма? Ол мектеп аясында ма, жоқ әлде ерікті өзі келіп оқитын келушілердің аясында ма, жоқ балабақшадан бастап жатырсыздар ма? Қандай бір ірі сүйекті жобалар жүзеге асып жатыр осы жағынан? Жалпы Алматы облысының орталық Қонаев қаласында бізде Алматы облысының тілдер дамыту жөнінде басқармасына қарасты тіл оқу әдістемелік орталығы бар. Бұл тіл әдістемелік орталықтың әр аудандарда 11 филиалы жұмыс жасайды. Яғни жыл сайын орталық біздің филиалдарымыздың желісі көбейіп келе жатыр. 2022 жылмен салыстырғанда тілде оқыту орталығының қосымша 2 филиалы ашылды. Өздеріңіз білесіздер, 2024 жылдың 9 қаңтарда президент жарлығымен Жетіген ауылы облыстық маңызы бар қала санатына жатқызылып, Алматы Алатау қаласы болып өзгертілді. Яғни бұл осы Алатау қаласында біз тағы бір филиал ашылды. Бұл жерде де жаңағы тіл оқыту жұмыстарын ары қарай жалғастырып жатырмыз. 2024 жылы тіл оқыту курстары, біздерде тіл оқыту курстарында мемлекеттік тілді оқытамыз, орыс тілін оқытамыз және ағылшын тілін оқытамыз. Тегін. Тегін оқытамыз. Тегін оқытамыз. Ешкім ақы төлемейді. Өз өтініштерімен келеді. 3 ай және 6 ай көлемінде оқыған үшін сертификат береміз. Кейін ол ары қарай өз жұмыстарында тиімді пайдаланады. Салыстырмалы түрде айтсақ, мысалы 2024 жылдың қазақ тілін оқыту курсына 2600 тыңдаушы қатысты. Бұл оның ішінде, енді сіз айттыңыз, Алматы облысы көп этносты өкіл тұратын деп. Сол 2600 тыңдаушының 1093-і өзге этнос өкілдері. Бізге деген, тілге деген өзге этнос өкілдерінің қызығушылығы өте жоғары деп айтсақ, біз артық айтпағандық болады. Ал енді ағылшын тілі оқыту курсын біз 578, орыс тілі курсына 78 адам қатысып отыр. Ал 25 жылдың бірінші жартыжылдығында мемлекет тілді оқыту курсына 1306 адам тартылған. Жылдың аяғына дейін біз 2650 тыңдаушыны тартады деген жоспарымыз бар. Яғни бұл арқылы біз мемлекеттік тілді және орыс тілді, ағылшын тілін оқитын тыңдаушылардың санын көбейтуге жұмыс жасап жатырмыз. Сапасы да бар оның. Демек, бұл өзі тегін оқытылады және жұмыс уақыты кешкілік уақыттарда оқытылатын шығар, ыңғайлы бір адамдар жұмыстан келгеннен кейін. Біз алдымен өтініштер келіп қабылданады. Содан кейін ол өтініштер ол кісілердің қандай жағдайында болады, мысалы кешкі уақытта оқысы келетіндер ма, жоқ түстен кейін оқысы келе ма, сондай кестесі әзірленеді, бірлесіп. Арнайы бір топта қазір бізде 15 адам жасақталады. Сол 15 адамда арнайы сабақ кестесі болады. Сабақ кестелерін бекітіп беріледі. Үнемі басқарма және тіл оқу әдістемелік орталықтың басшылығы үнемі басты назарда ұстайды бұл мәселе. Ол нәтижелі болуын.
әрине ол нәтижелі, яғни үй жердегі ағылшын тілін үйреніп жатқандар қазір өте жақсы тіл мамандары бізде жұмыс жасайды, орыс тілі мамандары жұмыс жасайды, мемлекеттік тілдің мамандары жұмыс жасайды, өзге этнос өкілдері ол жерде біздің мемлекеттік тілді кәдімгідей сөйлеп республикалық және халықаралық конкурстарда байқауларға жүлде алып жатқан адамдар көптеп саналады. Демек, бұл тек қана бір қағаз жүзіндегі дүние емес, келушілерден арнайы емтихан алынады, сертификат беріледі және ары қарай түрлі байқауларға қатысып, өздерінің тіл әлеуетін меңгергенін көрсететін мүмкіндік бар, иә? Енді осы тіл үйренуге байланысты Алматы облысының қай аумақтарында, қай бөлімшелерінде бір ең көп осы қажет етіп сұраныс көбірек қай өңірлер екен? Тіл үйренуге Алматы облысындағы негізгі біз енді Қарасай ауданында, содан кейін Еңбекшіқазақ ауданында осы мәселеге ерекше мән беріліп жатыр. Содан кейін Іле ауданында. Іле ауданында, өйткені ол жерде өзге этнос өкілдері көп шоғырланған. Осы аудандарда біз қажеттілік өте жоғары. Сонымен бірге, мысалы Еңбекшіқазақ аудандарында біз бір ауылдың өзінде, мысалы Еңбекшіқазақ аудандарында, мысалы Түрген, Бәйдібек деген ауылдарда, мысалы, сол ауылдардың өзінде сұраныстар қазір көбейіп жатыр. Біз енді Құдай аман жолын беріп, біздің басшылықтың жоспары бар. Ол жерлерден де, яғни басқа ғимараттар жалдау арқылы, немесе мектептің, орта мектептің базасында біз өзіміз оқытушы тағайындаймыз. Сол арқылы тіл оқыту курстарын жалғастыру жоспарымызда бар. Енді бүгінгі күні ең бір өзекті мәселенің бірі балаларымыздың сабақ кезінде қазақ тілінде, ана тілінде сөйлейді, қоңырау кезінде, үзіліс кезінде бір-бірімен жай демалған уақытта көбіне өзге тілде, орыс тілінде сөйлеуін ата-аналар дабыл қағып үнемі бізге жазып жатады. Өзіміз де ата-ана ретінде осы мәселеге қатты алаңдаймыз. Осы жағынан қандай да бір шараларды қолдануға бола ма, болмаса қандай да бір жобалар болашақта қолға алсақ деп ойларыңыз бар ма? Тіл мәселесі әр ұлт мықты болу үшін бірінші тілге мән беру керек. Бірінші тілге. Яғни біз отбасынан бастауымыз керек бұл мәселелерді. Біз отбасында баланың дінін, яғни тікелей табиғатын өзінің ана тілінде беруге тырысуымыз керек қой. Ана тілінде. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде бірінші отбасынан басталу керек. Одан кейін балабақшадан, одан кейін мектептен, одан кейін барып жоғары оқу орнынан, одан кейін қызмет істеп отырған орындарында да кәдімгі мемлекет тілді қалай сөйлейді деген мәселені көтеруге болады. Шындығында солай. Көбінесе біз енді қазір үгіт насихаттарын жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Яғни әлеуметтік желілерде, басқа тұрғыда тілді үйренейік, қазақша сөйлейік деген контенттерді біз әлеуметтік желілерде үнемі жариялап тұрамыз. Сол арқылы тыңдармандарымызды, тыңдаушыларымызды мемлекеттік тілге үйренуге шақырып жатырмыз. Енді мемлекеттік мекемелердің біразы бүгінгі күні автоматтандырылған жауап беру, жасанды интеллектіні іске қосып жатыр ғой. Банктерге болсын, халыққа қызмет көрсету орталығына бүгінгі күні хабарлассаң, міндетті түрде жасанды интеллект жауап береді. Бірақ сол жауап беріп отырған қазақ тіліндегі автоматтандырылған жазбалардың көбі кейде қатемен, калькамен жауап беріп жатады. Сіздер осы жағынан бақылауға алуға, болашақта ескерту беруге мүмкіндіктеріңіз бар ғой, Ондай бізге айтып отырмын функциялар бар. Жалпы шағым түсті ма? Қазір біздерде анау мемлекеттік тіл саясаты, содан кейін мемлекет тілдерді заңның орындалуына байланысты бірнеше тексерулер жүргізіп жатырмыз. Қазір мемлекеттік мекемелерге біз бүкіл құжаттарын қазақ тілінде қалай жүргізеді. Қазір енді ана құжаттамалар бар ғой біздерде. Сол құжаттарында көре алуға мүмкіндігіміз бар. Біздің қолымызда облыс әкімінің шешімі бар. Бірінші жартыжылдыққа арналған жұмыс жоспары бар. Екінші жартыжылдыққа арналған жұмыс жоспары бар. Бұл жерде қалай бағаланады? Біздерде жыл сайын әлеуметтік зерттеу жүргіземіз. Жыл сайын әлеуметтік зерттеу жүргіземіз. Сол әлеуметтік зерттеуде тілді қаншалықты деңгейде меңгеруде деген. Егер ол жерде
төменгі деңгей болатын болса, біз міндетті түрде сол жоспарға сол мемлекеттік мекемені енгіземіз. Сол мемлекеттік мекемені енгізу арқылы біз оларды тексергенде бір басқа бір мақсатта немесе ол кісілерді бір сынап деген емес, біз оларға қосымша әдістемелік көмек көрсетеміз. Қалай жұмыс жасаймыз? Документологпен қалай жұмыс жасау керек қазақша? Сіз айтып отқан жасанды интеллекттер болатын болса, олармен қалай жұмыс жасау? Оларға да біз әдістемелік көмек беруге әзірміз. Былтыр әлеуметтік желіде үлкен резонанс алған, мен осы Медеу ауданында халыққа қызмет көрсету орталығына барған кезде міндетті түрде бірінші кезекте орыс тілінде құжат беріледі екен. Мен қазақ тілінде талап етіп, тіпті сол қазақ тілінде құжат табылмай 45 минут отырып, 45 минут деген кезде бір жерден жасанды интеллектке ауыстырылған, аударған нұсқасын, қате нұсқасын алып келді, және келесі жолы барсам, баяғы таз қалпына қайтадан түскен. Демек, сіздер халыққа қызмет көрсету орталықтарына келуші ретінде жасырын түрде барып тексеру жүргізіп тұрасыздар, солай ғой, иә? Болады біздерге. Біз оны жаңағы тексерудің жоспарына енгізсек, біз енді беталбат тексеруге болмайды ғой. Иә. Тіл туралы заң бар, арнайы заңдылық бар. Сондықтан арнайы жоспарға, мысалы, сондай өтініштер көп түсетін болса, мысалы, халыққа жаңағы осындай жағдайлар кері реакция беріп жатыр деген өтініштер келіп түсетін болса, біз оны келешектегі жоспарларымызды енгізу арқылы заңдылық негізінде барып тексеруге мүмкіндік бар. Бұл функция, яғни тіл туралы заңға өзгерістер енгізу арқылы біздің құзыреттілігімізге беріліп отыр. Иә. Яғни біз мүмкіндігіміз молайып келе жатыр. Жаңағы дербес басқарма болғанның ең тиімді жолы осы деп есептеймін. Шіркін енді барлық облыстарда дәл осындай дербес басқармалар орнына қалпына келдірсе, онда біздің тіліміздің мәртебесі бұдан да жоғары болар еді деген ойымыз бар. Сондай-ақ дәл қазір Қонаев қаласы, Қапшағай жағажайлары маусымдық қызып тұрған шаруаның жүріп тұрған уақыты, осы келушілерге дәл осы мезетте ана тілімізде қатесіз, сауатты өздерінің құжатын, қызметін ұсынуды да бақылауға алсаңыздар өте жақсы болатын еді деп ойлаймын. Жақсы, бұл біздің жоспарда бар, біз қазір жүргізіп жатырмыз. Бізде оқу әдістемелік орталықта, демалыс орындарында қандай мемлекеттік тілге байланысты сұраныстар бар. Оның арнайы кітапшалар, парақшалар тарату арқылы. Содан кейін Алматы облысының қазақ тілі қоғамы жұмыс жасайды. Сол қазақ тілі қоғамы өзі дербес қоғам. Ол ешкімге бағынбайды. Сондықтан ол кісілерде өзінің жоспарларында бар. Сол жағажайларға барып, яғни пікірлерін біліп, жаңағы парақшалар тарату арқылы мемлекеттік тілді насихаттау жұмыстарын қазіргі күнде жалпы жүргізіліп жатыр. Сол демалыста ұсынып отырған жеке кәсіпкерлердің барлығы міндеттелу керек деп ойлаймын. Сіздердің бақылауларыңызда болса деген біздің тілегіміз бар. Енді тіл бөлімінің бір саласы ономастика. Қанша әкімшілік аумақтардың атауы өзгертілді, мемлекет басшысының тапсырмасымен тарихи тұлға жобасына қанша тұлға енгізілді. Себебі біздің тыңдаушымыздың, Жарбол есімді тыңдаушымыздан осыған орай бір сұрақ бар екен. Әуелі өзіңіздің жауабыңызды естігіміз келеді. Иә, мынау мемлекеттік тіліміздің, яғни тіл саласының бір бөлігі ғой, бір бөлшегі, бұл ономастика. Біздің Алматы облысының тілдер дамыту жөніндегі басқармасы бұл ономастика саласымен де жұмыс жасаймыз. Бізде ономастика және мониторинг деген бөлім бар. Сол бөлім тікелей осы ономастика саласымен айналысады. Мемлекет басшысының білесіздер, 2024 жылдың 9 қаңтарында 432 жарлығымен Жетіген ауылы жалпы облыстық маңызы бар қала санатына жатқызылып, Алатау қаласы өзгертілді. Ономастиканың ең үлкен жұмыстарының бірі осы Алатау қаласы, Жетіген Алатау қаласы өзгертілді. Енді бізде Алматы облысының әкімшілік аумақтар бірліктерін қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының пікірі ескеріледі. Сол сияқты мысалы Іле, Кеген, Талғар аудандарында бірқатар әкімшілік аумақтардың бірліктердің 12 атауы өзгертілді. Мысалы айтатын болсақ, Іле ауданында
энергетический деген ауылдық округ болған. Ол қазір Өтеген Батыр ауылдық округы өзгертілді. Иә. Покровка деген ауыл болған, ол Кенен Әзірбаев ауыл деп өзгертілді. Сонымен бірге Кастик деген ауылдық округ болған, Кастик деген ауыл болған. Сол Асқар Тоқпанов ауылдық округі және Асқар Тоқпанов ауылы болып өзгерді. Комсомол ауыл деген болған, ол Жайнақ ауыл деп аталынды. Сонымен бірге Чапаев ауылдық округі, Чапаев ауыл деген болған. Онда Байкент ауылдық округі, Байкент ауылы өзгерді. Междуреченский деген ауылдық округ болған. Бұл Ақсай ауылдық округі, және Междуреченский ауылы Ақсай ауылы болып өзгертілді. Міне, осындай ономастика саласында да үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Сонымен бірге Талғар ауданында Қызылту деген ауыл болған. Иә. Білесіздер, Қызылту ауылы қазір Жібек жолы ауылы болып өзгертілді. Сонымен бірге мына Кеген ауданында Жалаңаш деген ауылдық округ ауыл болған. Ол негізгі, яғни өзінің атауы Жалағаш ауылы қайта өзгертілді. Сонымен бірге бізде мынау ономастикаға атаулар беру үшін көшелерге алдымен ең бірінші мынау тарихи тұлға тізіміне ену керек. Иә. Егер ол кісілер тарихи тұлғаның есіміне енбесе, ешқандай ат берілмейді. Біздің облысымызда қазір 15 тарихи тұлға осы тарихи тұлғаның тізіміне еніп отыр. Енді болашақта біз ол кісілердің атын жаңағы тиісті қажетті орындарға беру бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Былтырғы жылы білесіздер, Бердібек Соқпаевтың 100 жылдығы мерейтойы үлкен ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Соның нәтижесінде Кеген, Райымбек аудандарында саябақтарға, Қонаев қаласындағы көшеге, Қарасай аудандағы Қаскелен қаласындағы мектеп гимназияға, Іле аудандағы Қайнар ауылындағы нөмірі 53-ші орта мектепке Бердібек Соқпаевтың есімі берілді. Тамаша. Сонымен бірге мынау қазақтың заңғар тұлғасы Заманбек Нұрқатілов ағамызға да Кеген ауданында, Кеген ауылында өнер мектебінің есімі берілген болады. Сондай-ақ Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орай Қонаев қаласында Фрунзе деген көшеге қайта атау беріліп, қазір Сағадат Нұрмағамбетов атындағы көше болып өзгертілді. Мынау қазақтың үлкен күрескері, палуаны Жақсылық Үшкемпіровтің есімі Челек ауылындағы дене шынықтыру спорт сауықтыру кешеніне берілді. Тамаша. Енді Жарбол есімді тыңдарманымыздың сұрағына біз алдағы уақытта жауап береміз деп ойлаймыз. Енді осы елді мекендер мен көше атауларына жаңа орысша, қазақша 2 рет жазу сол болашақта қаншалықты қажет емес деген сауалға алдағы уақытта тағы да жауап береміз деп ойлаймыз. Уақытымыз аяқталып қалды. Келесі жол тағы да келіп ары қарай жалғастырамыз деген ойдамыз. Келгеніңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, бүгін Алматы облысы тілдер дамыту жөніндегі басқармасының тілдер дамыту бөлімінің басшысы Оқас Нұрмаман Төкенұлы біздің студиямызға келіп сұхбат берді. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш.